Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Babu ma yufsidu sawma min gayri kaffaratin. Orazаны бұзатын жағдайлар, каффарат керек емес бірақ. Өткендегі дәрісте оразаны бұзып, әрі каффаратты керекті қылатын жағдайларды өткенбіз. Бұл дәрісте тек қана оразаны бұзатын жағдайлар, каффарат керек емес екен. Ва хуа саб'атун ва хамсуна шай'ан. Ол 57 нәрсе екен. Көрeme 57 нәрсе екен. Бұл да тақрибан, яғни жобамен осылай екен. Одан да көп болуы мүмкін. Біріншісі, иза акала саиму азурран найян. Ораза ұстағыш адам жесе, күріш жесе, найян шикі күріш жеген болса. Себебі шикі күріш жеу бұл адамның әдетіндегі бір табиғат тартатын нәрсе емес. Әу ажинан иленген ұн жесе, әу дақиқан немесе кәдімгі бидайдан жасалған ұнды жейтін болса, әу милхан касиран дафатан, бір сәтте көп тұз жеген болса, бұл оразаны бұзады, бірақ каффарат керек емес. Әу тинан ғайра әрмәнийин, әрмәни топырағынан басқа бір топырақ жеген болса, және де оның шарты бар, ләм я'тад әкләху, оны жеу әдетінде болмаған болса дейді. Ал бірақ бір топырақты жейді, немесе күл жейді, оның әдеті болған болса, мысалы тәбет тартып жейтін болса, оған әрі каффарат, әрі қаза керек болады. Ал бұл жерде әдетінде болмаған бір топырақты жейтін болса, тек қана қаза ғана керекті болады. Әу немесе науатан, немесе дәнек жейтін болса, дәнек кез келген жемістің. Әу қотынан немесе мақта жейтін болса, әу кағидан немесе қағаз жейтін болса, әу сәфәр жалан немесе айва. Дұрыс қой, айва жейтін болса, ләм юдрик, бірақ айваның шарты бар екен, ләм юдрик әлі толық өспеген, өләм ұтпақ және де піспеген. Енді көктеп келе жатқан айбаны жейтін болса, бұған да не керек болады? Тек қана қазасын өтуде жеткілікті болады. Әу жаузатан ратбатан. Жауза деген жаңғақ деген сөз, ратбатан деген жаңадан пісіп келе жатқан жаңғақ жейтін болса, ол тек қана оразаны бұзады екен. Әу ибтана'a хасатан, немесе бір адам кішкентай тас жұтатын болса, әу хадидан темір жұтатын болса, әу турабан немесе топырақ жұтатын болса, әу хажаран немесе тас жұтатын болса, хасад деген андай ұсақ майда тас айтады. Хажаран деген кәдімгі әдеттегі тас айтады екен. Бұларды жейтін болса, тек қана не керекті болады? Қазасын ғана өтеді, каффарат керекті емес, жарай ма? Темір жейтін адамды көрдіңіз ме сендер? Немесе ау ихтақана дегеніміз адамның артқы мүшесінен бір дәрі тамызуды айтады, клизма сияқты. Ау истаата дегенімізде адамның мұрыннан тамызған дәрін айтады. Бұл да не істейді? Оразаны бұзады, бірақ каффарат керекті қылмайды, жарай ма? Ау ужира би сабби шайин фи халқихи аля сахих. Сахих көзқарас бойынша адамның тамағына бір нәрсе ағызатын болса, бір нәрсе ағызса, ол да не істейді? Оразаны бұзады. Әу ақтара фи узунихи духуна, немесе құлағына май ағызатын болса, әу мәән фил асах көзқарас бойынша су ағызатын болса, ол да оразаны бұзады. Алдындағы дәрісте оразаны бұзбайтын жағдайларда мынай нәрсе өткен еді. Бір адам өзенге, теңізге шомылған кезде, немесе ғұсыл алған кезде, жуынған кезде құлақтан су кірсе, оразаны бұзбайтын еді, дұрыс па?
себебі ол сақтану қиын еді. Ал бірақ әлейлеп істейтін болса, ол кезде оразаны бұзады. Бірақ кафарат керек те емес. Әу дауа жайфатан, немесе адам емдесе дейді, ішіндегі бір жарақат демдеп, сол жарақаттың өтіп ары қарай асқазанына кететін болса, ол да не істейді? Оразаны бұзады. Әу әммәтән бидауаин, немесе бұл енді әммәтән дегеніміз бастағы жараны айтады. Басында бір жараны дәрімен емдесе, вә васала иля жауфихи ау димағихи, сол дәрі асқазанына немесе адамның миына жететін болса, ол кезде де оразаны бұзады. Әу дахала халқаху матарун, немесе аузына жаңбыр кетіп қалса, әу сәлжүн фил асах көзқарас бойынша қар кетіп қалса, вәләм ябәтәлиәху би сұнъихи, бірақ бұны өзінің қалауымен жұтпаған болса дейді. Өзі қалап жұтқан жоқ, байқаусызда кетіп қалса, ол кезде не керек болады? Тек қана қазасын өтесе жеткілікті, кафарат керек те емес. Әу немесе афтара хатаан, қателесіп оразасын ашып қойды. Мысалы, қандай қателесуі мүмкін? Бисабқи маил мадмадати иля жауфихи, аузына су алған кезде не істеді? Иля жауфихи, ішіне су кетіп қалды. Немесе исиншақта кіреді. Исиншақ дегеніміз мұрынға су алды айтамыз. Ауызға немесе мұрынға су алған кезде қателесіп су ары қарай асқазаны кетіп қалған болса, әу афтара, бұның барлығы не керек те болады? Оразаны бұзады, кафарат керек те емес. Әу афтара мукрахан, бір адам күшпен оразасын аштырылған болса, вәләу бил жимаи, тіпті неге күштелген болса дағы, қатынасқа түсуге күштелген болса дағы, бұл адамға кафарат керек емес, оразасын бұзылады. Мысалы, бір ер адамды жимаққа күштелген болса, яғни қатынасқа түсуге, дұрыс па? Бұл адамға не керек болады? Тек қана қазасы керек, жарай ма? Әу укрихат алал жимаи, немесе қатынасқа түсуге зорланған әйел болса дейді. Жаңағы ер адам еді ғой, мына жерде әйел адам. Мысалы, күйеуі қатынасқа түсуге күштеуі мүмкін, бірақ әйел қалаған жоқ. Ол кезде күйеуге кафарат керек, әйеліне не керек? Тек қана қаза ғана керек. Келесі, әу афтарат қауфан, қорқып аузын ашса дейді. Не нәрседен қорқса? Аля нәфсиха мин ән тамрада минәл хидмәти, қызмет жасаған кезде ауырып қаламын деп өзінен қорқып аузын ашқан болса, әу немесе қызмет жасаймын деп, мысалы, қызметін жасамаса, қызмет жасайтын болса, не істейді? Ауырып қалатын біліп тұр. Бірақ қызмет жасау керек. Мәжбүри түрде не істеді? Оразасын ашса, әмәтән канат әу манкухатан, мейлі ол күң болсын, мейлі ол некедегі әйел болсын, айырмашылығы жоқ. Әйел адам күйеуінің, немесе күң болса қожайынның қызметінде болуы керек болды. Бірақ қызмет жасап жүрген кезде өзінің нәпсі ауырып қалуынан қорқады, мәжбүри оразасын ашқан болса, бұл кезде не керек те болады? Тек қана қаза керек те болады, жарай ма? Әу сабба ахадун мин жауфихи, немесе бір адам асқазанына дейді, асқазанына мәән су ағызған болса, уәхуа наимун, ол адам ұйықтаған күйінде дейді. Мысалы, бір адам ұйықтап жатыр, сол кезде асқазанына қарай бір
су жіберген болса, қай жолмен болуы мүмкін? Мұрнына су құйып жіберген болуы мүмкін, аузына су құйып жіберген болуы мүмкін, айырмашылығы жоқ. Ұйықтап жатқан адамға осылай басқа біреу. Сөйтіп оразасын ашқан болса, бұл адамға не керек? Тек қана қаза ғана керек. Әу әкәлә амдан, немесе әдейлеп жесе, неден кейін? Бa'да әкілихи нәсиян. Ұмытып жегеннен кейін әдейлеп оразасын ашып берген болса, әдейлеп жеп ішкен болса, бұл адамға не керек? Қаза ғана керек, кафарат керек емес. Вәләу алимал хабара алал асах, көзқарас бойынша осы жайындағы келген хабар дегенімізде хадисте білсе дағы дейді. Хадисте не деді? Вақаулуху саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз мынадай хадисі бар: мән насия ва хуа саимун, кім ұмытқан ораза кезінде ұмытып, фәакала шариба, жеп ішкен болса, фәлютимма саумаху, оразасын ары қарай жалғастырсын деді. Бірақ бұны біле тұра ары қарай ашып берген болса не керек болады? Тек қана қаза керек екен, кафарат керек емес екен. Әу жамаа насиян, немесе ұмытып қатынасқа түскен болса, сүммә жамаа амидан, кейін әдейілеп қатынасқа түсті. Бірінші ұмытты, сосын ары қарай тағы да жалғастырып кетті. Бұл кезде не керек болады? Тек қана қаза керек екен, жарай ма? Тек қана қаза керек екен. Әу әкәлә бa'дама науа нахаран, немесе әу әкәлә бa'дама науа нахаран, күндіз ниет еткеннен кейін жеген болса, вәләм юбайит ниятаху, түнде ниет етпеген. Бірақ біз алдында естерінде болса, түннен бастап ниет ететін оразалар бар, түннен бастап ниет ететін оразалар бар, түннен бастамаса да болады оразалар түрін айтқан едік. Мысалы, Рамазан айындағы оразаны түннен бастау шарт емес. Дахватул кубраға дейін, яғни бесіннің кіруіне бір жарым сағат қалғанға дейін ниет етсе бола береді. Түнде ниет еткен жоқ, дахватул кубраға дейін ниет етті, сөйтіп оразасын ашып жіберсе бұл адам. Бұл адамға кафарат керек па, әлде қаза керек па? Қаза керек, жарай ма? Бұл адамға қаза керек екен. Әу немесе тағы да жалғастырып жатыр. 30, біз жаңа 57 мәселе дедік қой. 32-ші мәселеге келдік. Асбаха мусафиран, бір адам сапарда болған күйінде таңын атырды. Фанавал иқамата, кейін иқаматқа ниет етті. Сол жерде 15 күннен көп уақытта қалуға ниет етті. Сымма әкәлә, кейін жесе, ол кезде не керек? Тек қана қаза керек. Мысалы, бір адам ертең қайтам деді, мысалы, сапарда жүр, 3 күннен кейін қайтам деді, сапарда жүр, сосын бұл жерде 1 ай қаламын деп ниет етті, оразасын ұстаған еді, сонан кейін барып жеген болса, ол кезде тек қана қаза жеткілікті, кафарат керек емес. Әу немесе сафара бa'дама асбаха муқиман, бір адам сапарда болған күйінде таңын атырды, жоқ, бір адам сапарға шықты, сапарға шықты, бa'дама асбаха муқиман, мұқим болып таңын атырды ғой, оразасын ұстады, сосын сапарға шықса, фәәкәлә, онан кейін барып жеген болса, ол кезде тек қана қаза керек. Әу әмсәкә биля нияти саумин вәлә нияти фытрин. Бір адам оразасын ұстады дейді. Биля нияти саумин, оразаға ниет еткен жоқ, вәлә нияти фытрин, аузын ашуға да ниет еткен жоқ, бірақ ұстап жүр айту. Екі ойлы ниетпен ораза ұстаса, бірақ сосын кейін барып жеген болса, бұл адамға не керек болады? Тек қана қаза керек екен. Лифақты шарты сиххати, себебі сиххат шарты, оразаның дұрыс болу шарты бұл жерде табылған жоқ. Екі түрлі ниетпен ораза болмайды, алдында айтқанымыз естерінде болса. Екі түрлі ниет болмайды. Әу тасахара, бір адам сәресін ішсе,
Ау жамаа немесе қатынасқа түскен болса, шаккан күмәнданып отыр. Фи тулу'ил фажри күннің шыққанын күмәнданып сәресін ішіп жатыр, қатынасқа түсіп жатыр. Ва хуа талиғун, бірақ күн шығып кеткен. Мысалы мынандай жағдай болады. Кейде сағаты кеш қалып қойған болуы мүмкін. Сағатына немесе дұрыс қарамаған болуы мүмкін. Әлі бір 20 минут бар деп ішіп жеп жатыр. Қараса, ауыз бекітетін уақыт кіріп қойған уже. Бұл адамның оразасы бар ма? Жоқ, ораза жоқ. Ораза жоқ. Бірақ кафарат керек емес. Сағаты қате немесе бір уақытқа дұрыс қарамаған, ішіп жеп жатыр. Сәресі уақыт әлі деп. Бірақ қараса таң намаз оқып кіріп қойған уже. Бұл адамның оразасы жоқ. Қазасын өтеу керек болады. Егер асығып уақыт болып қалған шақта жарты сағат бұрын аузын бекітсе, су іше салып, содан кейін жарты сағат уақыт бар екен біліп, тамақ ішіп қайттан бекітсе. Болады, ол кезде бола береді. Мысалы, жылдам бекітіп тастады аузын, қараса әлі жарты сағат бар. Таң намазың кіруіне 5 минут қалғанға дейін ішіп жіберсең бола береді. Кіруіне 5 минут қалғанға дейін ішіп жібересің. Ау афтара язунул ғуруба. Мынандай жағдайда болуы мүмкін. Ау немесе афтара аузын ашты, язунул ғуруба. Не деп ашты? Ақшам уақыты кірді деп ашты. Күн батты деп ашты. Ва шамсу бақиятын, бірақ әлі күн батқан жоқ екен қараса. Мысалы, күн батты деді, қараса, батты деп ішіп жеп жатыр. Қараса әлі күннің батуына 5 минут 10 минут уақыт бар. Бұл адамның оразасы не болды? Кетті өкінішке орай. Өкінішке орай оразасы, сол күнгі оразасы жоқ, бірақ кафарат керек немесе қана қазасын өтейді. Ау әнзәлә немесе бір адамнан мәни келсе дейді. Би вати мәйтәтин. Мәйта дегеніміз өлік мәйтті айтамыз, білесіңдер жүрей ме? Мәйтпен қосылған болса дейді. Ау бахимәтин немесе қайуанмен қосылған болса, ау би тафғизин санына тигізу арқылы, ау би табтинин ішіне тигізу арқылы әйелінің да, ау құбылатин немесе сүю арқылы, әуләмсин ұстау арқылы оразасын мани келген болса, ол кезде тек қана оразаның қазасын ғана өтейді. Бұның барлығында әлбетте ораза бұзылады, тек қана қаза ғана керекті болады екен. Ау әфседа саума ғайри әдай рамадана. Немесе бір адам Рамазанның әдәсінен басқа оразаны ұстап жүріп, басқа күнде оразаны ұстап жүріп, оразасын бұзған болса дейді. Мысалы айталық, Рамазан оразасы қаза болды, дұрыс па? Немесе басқа кезеге оразаны ұстап жүр, Рамазан айында емес. Сөйтті дағы әдейлеп ішіп жеген болса, бұл адамға кафарат деген нәрсе керек па? Керек емес. Кафарат деген нәрсе тек Рамазан айында не деді ұсталған оразаға ғана керек, таңның түннен бастап. Ау отиат ва хуа наиматун. Немесе бір әйел адамға қатынас жасалса, ва хуа наиматун, бірақ ол әйел адам не істеп жатқан? Ұйықтап жатқан еді. Бұл әйел адамға не керек? Тек қана қазасы керек болады. Немесе ау келесі мәселе, оразаны бұзып тек қана қазасын керекті қылатын жағдайлардан 46-шысы қаттарат фи фарджиха алал асах. Әйел адамның мүшесінде бір нәрсе тамызған болса да оразасы бұзылады екен. Ау адхала усбуаху маблулатан бимаин ау духунин фи дубурихи. Артқы мүшесіне саусағының ұшын сулаған күйінде, май жаққан күйінде саусағының ұшын кіргізген болса, ол кезде де оразаны бұзады екен. Түсінікті ме, азамат?
сулаған күйінде неткен болса ораза бұзылады екен. Ау адхалату фи фарджиха дахили фил мұхтар. Мұхтар көзқарас бойынша әйел адам фарж дахиліне жаңағындай кіргізген болса, ол кезде де дымқыл күйінде оразасы бұзылады екен әйел адамның. Ау адхала құтынан фи дубурихи ва ғайябаха. Немесе артқы мүшеге бір мақта кіргізсе дейді. Ва ғайябаха, ғайябаха ол көрінбей кетсе, ол кезде ораза бұзылады. Ау фи фарджиха дахил, немесе фарджи дахиліне де осылай әйел адам кіргізген болса не болады екен? Ол кезде де оразаны бұзады екен. Ол кезде де ораза бұзылады, бірақ кафарат деген нәрсе бұл жерлердің баршасында керек емес. Ары қарай жалғастырайық. Ау адхала халқаху духанан бисунайхи. Өзінің қалауымен тамағына түтін кіргізсе дейді. Бұзады. Қалауынсыз, еркінсіз кірген болса бұзылмайды. Ал өзінің қалауымен кірген болса не болады? Бұзылады. Ау истақаа валау дуна мил алфами фи захири ривая. Захир риваяның көзқарасы бойынша тіпті ауыз толмаса дағы әдейілеп құсса оразаны бұзады. Кафарат керек емес. Ва шарата Абу Юсуф рахимахулла. Абу Юсуф рахимахулла айтты: мил алфами ва хуа сахих. Ауыз толып құсқан болса деді. Ауыз толып әдейілеп құсқан болса оразасы бұзылады деді. Сахих көзқараста кімнің көзқарасы екен? Имам Абу Юсуф рахимахулланың көзқарасы екен. Ау немесе тура жаңағы құсық. Ау аада құсығын ары қарай жұтса. Мә зараху минал қайи. Аадаху деген жұтса деген сөз. Мә зараху минал қайи. Келген құсықты әдейлеп жұтса дейді. Құсығын жұтып жіберген болса дағы тек қана қазасы керек. Уакана мил алфами. Уакана мил алфами. Ол ауыз тола құсық болса дейді. Ал енді ауыз толмаған құсықта ғалымдардың арасында ихтилаф бар, екі түрлі көзқарас бар екен. Біреу бұзады деген, біреу бұзбайды деген деп шархында. Уа закирун закирун ли саумихи. Ол адам ораза екендігін біле тұрып осылай жасаса дейді. Ау акала ма байна аснанихи. Немесе тісінің арасындағы бір нәрсені жесе. Уакана ол тісінің арасындағы болған нәрсе қадырал химмисати. Ноқаттың көлеміндей болса дейді. Ол оразаны бұзады екен, жарай ма? Ноқаттың көлеміндей болса.